Цифрлендирүү, машина аралык өзара аракеттесүү, жасанды зерде, 3D баспа және виртуал шынайылык. Адамзат 4-ші индустриялык деп аталып жүрген жаңа технологиялык революция карсаңында тур. Ол адамдардын тирчилигин, жумусы менен карым-катнасын түбөгейлүү өзгөртөдү. Республикамызда бул багытта кандай кадамдар жасалып жатканы және жаңа технологияларды энгизүү аркасында кандай натижелерге кол жеткизилгени тууралуу арнайы цифрлык Казакстан багдарламасында айтамыз. Бүгүнкү санымыз акылды калаларга арналады. Акылды кала термини 20 гасырдын 90 жылдарында букаралык акпарат куралдарында жиі колдонула баштады. Дәл осы убакытта Америка Курама Штаттарында коршаган ортаны адамдын зыянды ыкпалынан коргоого жеттигинин маңызын түшүнүү менен катар келген акпараттык технологиялар таанымалдыгы артуу башталды. Көп кечикпей-ак акылды кала үчүн технологиялык жагы маңыздыраакпа, экологиялык маңызы артыкпа деген маселе туындады. Биринчи көз карасты жактаушылар кейиннен трендке айналган электрондуу өкмөт және инвестициялар колайлы орта куруу сынды такырыптарды дамытса, оларга каршы шыккандар технологиянын экологиялык инновациялар менен және туракты дамуу менен байланысына баса мән берди. Кайткен күндө кейинги 10 жылдыкта Smart City жүзөгө асырылуу алгачкы кезектеги кажеттилик деп саналмаган теориялык жобалардын бири гана болуп кала берди. Тек 2008 жылгы дагдарыс коомдо адам аракетинин барлык саласынын будан кийинки дамуун кайта карауга мажбур этти. IT компаниялардын усунуу менен Smart City термини жаңа серпин алып колданышка энди. Содан бери Smart City такырыбынын таанымалдыгы артып, бүгүндө әлемнин барлык дерлик ири калалары осы мәртебени ийеленүүгө умтулуп отур. Австралиянын Галамдык инновациялык агенттиги жасаган Innovation Cities рейтингине сүйенсек, әлемдеги акылды калалар тизиминдеги алгачкы 3 орунду Лондон, Нью-Йорк және Токио ээленет экен. 4-ші орунда Калифорниянын Сан-Франциско және Сан-Хосе калалары тур. 5-ші орунга Бостон жайгаскан. 6-ші орунда Лос-Анджелес. 7-ші кезекте Сингапур, Торонто 8-ші орунду ээленипти. Ал Франция менен Австрия астаналары Париж бен Венаны сарапчылар 9-ші және 10-ші орундарга коюпту. Казакстанда Smart City технологиясын енгізуді Астана, Алматы және Шымкент калаларынын бийлиги колго алгалы бирнеше жыл болду. Әр мегаполистеги кызмет багыттары менен жүзөгө асырылган жобалардын айырмачылыгы үлкөн. Буга себеп әлі де коомдо осы терминдин анык да айкын, жалпыга ортак түсүнүгү калыптаспаганы болуу мүмкүн. Акылды кала деген не экенин толук аныктап алуу үчүн Алматыда өткөн 6-шы инновациялык форумга аттандык. Әлемнин 15 елінен 1000 делегат жиналган шарада диалог алаңдарынын бири акылды калалар тужурумдамасы тууралуу пикир-таласка берилипти. Мында технологияда, архитектурада адамдардын өзү де әлеуметтик және экономикалык курамда катышады. Сол инновациялар жайдан жай жасалмайды. Акылды калалардын дамууна ыкпал этетін технологиялык экожүйөлөр бар. Оннан астам баяндаманы тыңдап, 30 шақты көрме тактасын карап шыққаннан кейін, адам өмірін өзгертетін технологиялар мен шешимдердин барлығын дерлік акылды калалар тужурумуна жаткызууга болатынын түсүнөсүң. Сизди осы конференцияда көргениме кубанычтымын. Дрондар, 3D баспа, биотехнология мен энергия сактаушы курулгулар, цифрлык экономика, заттар интернети мен робот техникасы. Осы және басқа да көптөгөн дүниелер дұрыс колданылса, мегаполистердин инновациялылыгын арттырып, казыркы заманга сай эте түсөдү. Демек, казыр аса таанымал болуп отурган смарт атауына да бир табан жакындатпак. PricewaterhouseCoopers халыкаралык консалтинг компаниясы акылды кала терминин акылды көлөк, акылды үй, акылды энергетика, акылды суу мен газ және акылды кала ортасы сынды 5 функциялык сала призмасынан карастырууду сунады. Осылайша акылды калалар кала тирчилигинин барлык элементтерин камтыйды және кала тургундарына, касипкерлер мен кала бийлигине өз ара белсенди карым-катнаш жасауга мүмкүндүк беретін технологиялык тугурнама курайды. Қазіргі таңда біз ақпараттық технологияларға қатысты революцияны бастан кешіріп жатырмыз десе де болады. Осы саладағы жаңалықтардың барлығын адамның қалалық ортадағы тіршілігін жеңілдете түсу үшін пайдалануға тырысамыз. Қолымыздағы ресурстар мен технологиялардың бәрін өмір сапасын жақсартуға бағыттаймыз. Келешектің ақылды қаласының негізі де осы.
Акылды калалардын кейбир курамдас бөлүктөрү казакстандыктар өмүрүнүн ажырамас бөлшегине айналып үлгөрдү. Айталык Алматынын смарт форматка көчүү багдарламасына барлык жерде медиа борттар орнатуу кирди. Олар көлүк жүргүзүүчүлөргө көлүк аганынын жылдамдыгы, жолдагы кептелиштер, жол көлүк окуйгалары, көлүк турактарындагы бос орундар тууралуу акпарат берип, багдар көрсөтүп, валюта багамын, аба ырайы тууралуу маалымет көрсөтүп, төтенче жагдай бола калган кезде кабар берип отурууга арналган. 2016-жылы калада осындай 50 курулгу орнатылды. Күндөн күнгө көбөйүп, 2017 жылдын аягына карай Алматыда жумуш істеп турган медиа борттар саны 150ден асады деп жоспарланып отур. 2 миллион тургуну бар Алматы көшелерге түсүп отурган салмакты азайтууга тырысып жатканда, экпинди дамып келе жаткан Астана тургундарына коомдук көлүк мәдениетин сиңирип келеди. Акылды аялдамалар жолаушуларга автобус келетин убакыттын минутуна дейин дәл көрсөтөдү, интернет таратады, типти кыстын аязында тоңгандарды жылытады. Убакыт өтө келе бул курулгуларды каланын электр желисине түсөтүн салмакты жеңилдететин күн батареялары менен жабдыктауда жоспарланып отур. Бүгүндө Астанада осындай 5 аялдама жумуш істеп тур. Олардын ар кайсысы күнүнө 800 ваттка жуук энергия жинактайды. Көбінесе кала мен өкмөттүн жаңа жолдар салууга каражаты жетпей жатат. Сөйтүп көп акча жумсамай-ак, көп адам ушун көбүрөөк пайдалы не истөөгө болот деп бастарын катырып отурат. Бул жагдайда акылды технологиялар көмөккө келе алады. Сөйте тура, акылды калалар тужурумдамасы калаларга галамдык көз карас усунатыны менде маңызды. Айтыңызчы, келечекте акылды болуудан бас тартатын ким бар экен? Астананы смарт форматына көчүрүүсү менен бир нече IT мердигер айналысып отур. Олардын арасында Астана Innovation компаниясы да бар. 2011 жылдын өзүндө Smart Астана интернет порталы иске косулган болатын. Сайтка кирген адам коомдук көлүк багыттары, мәдени шаралар менен калада жумуш істеп турган акылды кызметтер тууралуу акпарат ала алады. Сондай-ак сайтта кала акимдигине сабал не пикир жазууга болатын виртуал кабылдоо бөлмөсү де бар. Кала окумундагы әлеуметтик маңызы бар маселелерди шешүүгө ыкпал этетін халыктык бакылоо айдары да аса таанымал. Бүгүндө онда 10 мыңга жуук сураныс тиркелген. Также у нас сейчас активно идет внедрение ЕКСК проекта. Сондай-ак казыр пәтер ээлери кооперативтерин электрон нускада энгизүү жүрүп жатыр. Ягни онун көмөгү менен кооперативге жүгүнүүгө, статистиканы, каржы эсептемесин көрүүгө, өз үйүңүздө не болуп жатканы тууралуу хабарландыруу менен хабарлама алып отурууга болот. Айталык ыстык суу өшөтүнү тууралуу хабарландырууду энди кире беристеги эсиктен эмес, мобайл косумшадан биле аласыз. Форумдар, чаттар ашып, көршүлөрүңүз менен күндөлүктүү маселелерди талкуулауга да болот. Вы сможете открывать там форумы, чаты, общаться с другими жильцами этого дома, обсуждать проблемные вопросы дома. Порталдын өзүнөн бөлөк Астана тургундарына осы аттас мобайл косумшада ұсынылады. Ол аркылы дарыгердин кабылдауына жазылып, бала бакча кезегин текшерүүгө, коммуналдык кызметтер акысын төлөөгө, такси шакырууга, типти Астананын көрүктүү орундарын виртуал аралап чыгууга да болот. Приложение удобно в том плане. Косумшанын ыңгайлы тусу кез келген оюн сабакты таңдай аламын. Айталык жакын арада кандай көрмө бар, кино сеанстары кай жерде жүрүп жатканын көрүп, мемлекеттик мекеменин кезегине тиркелип, жалпы кала тууралуу пайдалуу акпарат ала аламын. Полезную информацию о городе. Акылды деген экологиялык деп шешкен алматылык бизнесмен Максим Барышев Орталык Азияда туңгуш инновациялык жасыл кеңсе салды. Онун ерекшелиги кеңсени пайдалануу барысында балама энергия көздөрү колданылып, табигый ресурстарды өнөмдүү жумсауга мүмкүндүк беретининде. Кеңседе жаңбыр суун кайталап пайдаланууга арналган айналма жүйөсү де орнатылган. Жаңбыр суы, кыста еріген қар суы осы ыдысқа жиналат. 20
құрамы күн панелі ғимараттың жұмыс істеуіне қажет электр энергиясының көп бөлігін өндіреді. Эко кеңсенің терезелері күміс жалатылған мультифункционал әйнекпен жабдықталған. Мұндай технология ғимарат ішіндегі микроклиматты жылдың кез келген мезгілінде қолайлы етіп ұстап тұруға мүмкіндік береді. Айтқандай, ғимараттағы жедел сатының өзі де ерекше. Изюминка этого лифта, что он, во-первых, у него сенсорное управление. Бұл жедел сатының ерекшелігі оның сенсор арқылы басқарылатыны. Қазақстан үшін бұл тың технология. Екіншіден, ол жоғары көтерілгенде ғана энергия жұмсайды. Төмен қарай механикалық тәсілмен түседі. То есть нулевое потребление энергии лифта. Қаржы және табиғи ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік беретін тағы бір ақылды шешімді алматылық инженерлер ұсынды. Олар ақылды есептеуіш жүйесін әзірлеп өндіріске шығарды. Оның құрамына импульсті сигнал шығарғышы бар құрылғының өзі, радиомодем және базалық станция кіреді. Бұл құралдар шынайы уақыт режимінде ыстық су, газ, электр энергиясы тұтынылуын есептеп, деректерді қызмет ұсынушыға жеткізеді. Қазір тұрғын үй коммуналдық шаруашылықта осы мәселе өршіп тұр. Бізге кейде өтірік жазылған есептер келеді. Олардың өзіміздегі есептеуіштердің көрсеткіштерімен салыстырып, қайта есептеуін сұраймыз. Төлегіміз келмейді. Ал осы технологияны қолдана бастасақ, сол мәселеден құтыламыз. Ал коммуналдық шаруашылықтар өз кезегінде ресурстар жұмсалуының ашық есебін алады. Тұтынушылардан кім қызмет ақысын дұрыс төлемей жүргенін көріп отырады. Магистральдағы апатты бөлікті алдын ала көріп, тіпті есептеуіш тексеруші қызметінің қысқартуына да болады. Компанияның өндірістік қуаты айына 10 000 құрал шығаруға жетеді. Оның үстіне компания модемдер мен деректерді қабылдап алып, өңдеп отыратын базалық станцияларды ғана емес, жануарларды, көлікті және жүкті бақылауға арналған құралдар мен қауіпсіздік жабдықтарын да өндіреді. В чем уникальность данной технологии? Потому что вот одна базовая станция в радиусе до 15 километров в городе. Бұл технологияның ерекшелігі қала ішінде 15 шақырымға дейінгі радиуста түрлі құрылғылар, сенсорлар мен есептеуіштерден деректер жинайтынында. Радиосигнал жертөлелерге, құдықтарға өтеді. Темір бетон қабырғаларда кедергі бола алмайды. Ал ең бастысы энергияны аз тұтынады. Мынадай радиомодем бір аккумулятордан 10 жылға дейін жұмыс істей алады. От одной батареи вот такой радиомодем может работать порядка 10 лет. Осы және өзге де инновациялар мегаполис әкімдігі халықаралық сарапшылармен бірлесе отырып әзірлеген Алматы 2020 даму стратегиясының көрінісі. Ондағы басым бағыттардың бірі жайлы қала, яғни автокөліктерге емес адамдарға арналған орын жасау. Осы бағдарламаны жүзеге асыруға Gale Architects компаниясының басшысы Италия урбанисі Рикардо Марини кірісті. Бірнеше жылдан бері ол Алматы әкімдігіне ұзақ зерттеуден кейін Ян Гейл ұсынған кеңестердің жүзеге қалай асырылып жатқанын қадағалап келеді. Даниялық сәулетші және қала дизайны жөніндегі кеңесші Нью-Йорк, Лондон және Мәскеудің қоғамдық кеңістігін адамға жақын ете түсу жөніндегі жобаларымен танымал. Оның алматылық әріптестеріне берген кеңестері мен ұсыныстары бірқатар бақтар мен саябақтарды, орталық көшелерді жаңғыртуды және ең алдымен жаяу жүретіндерге арналған ақылды қалалық орта жасауды қамтиды. Бұл Алматыдағы қалалық ортаны түрлендіруге бір мысал ғана. Ұзындығы 800 метр болатын бір ғана бөліктегі жаяу жүргіншілерге арналған аумақты жаңғыртуға байланысты көлік тұрағы 40% азаяды. Босаған кеңістік велосипедшілерге арналған жолақтар мен жаяу серуенге арналған жолдарға беріледі. Бақ аумағынан қосылатын жолдардың өткізу қабілеті де артады. Тал бұталардың саны 300-ге көбейеді. We as pedestrians are squashed into the tiniest space. Жаяу жүргіншілердің жолы тарылып қалған, өйткені көліктерге жылдам жүру үшін көп орын керек. Бұл адамдарды дені сау да, бақытты да ете түспейді. Сондықтан жаяу жүргіншілерге ыңғайлы болу үшін көліктер қысуына тура келеді. Өйткені бұл тәжірибенің мәні экономика үшінде, денсаулық үшінде, Алматы қаласының келешегі үшінде көлікті тұрақта қалдырып, жаяу жүрген немесе автобусқа мінген тиімді. If they leave their car in their car park and they take the bus, or they walk, or they cycle to work, or to school, or to whatever.
Осы және өзге де жаңалықтардың арқасында Алматы мен Астана Emerging Markets нұсқасы бойынша өңірдегі 35 ең ақылды қаланың қатарына қосылды. Мегаполистерден үлгі алып Smart City концепциясын Қазақстанның өзге қалалары да біртіндеп енгізе бастады. Осы қарқынмен 2030 жылға дейін республиканың барлық дерлік қалалары смарт атанатыны анық.